Бауырсақ. Қазақтың дөңгелек бауырсақтарын дайындаймыз. Оған керек өнімдер бізге ұн, өсімдік майы, тұз, қант, ашытқы, жылы су және жылы сүт. 250 мг жылы сүт, жылы су, тұз дәміне және 1 шай қасық қант саламыз. Ашытқы саламыз. Қантты ашытқының жақсы жұмыс істеу үшін саламыз. Жақсылап араластырып қоямыз. Енді осыған өсімдік майын құямыз 50 мг. Одан кейін ұнды шетінен 2 бөліп араластырамыз. Қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Бізге 700 грамм ұн кетті. Енді бұның бетін жауып, кемінде 1 сағатқа ашытуға қоямыз. Үлкен шыды. Ол өте үлкен болып көтерілді. Алдымен қолымызды сұйық майға майлап аламыз да, дастарханға кішкене жағамыз. Қамырымызды илемейміз. Осы формасын сақтап, кішкене дөңгелетіп аламыз да. Қолмен бастырып дөңгелетіп формасын келтіреміз де, одан кейін оқтаумен жаямыз. Жайылған қамырды арнайы осындай бауырсақ кесетін формалар немесе стақанмен өзіңізге керекті диагоналды ойып алсаңыз болады. Қалған қамырды біріктіреміз де, осылай дөңгелетіп, қайтадан жаңағы ыдысымызға салып, бетін жауып қоямыз. 5 минут, 10 минут тынықсын. Бауырсақтардың формасын келтіріп алдық. Енді бұны тынықсын деп 5-10 минутқа қойып қоямыз. Арнайы бауырсақ пісіретін ыдысымызды алып, оған 500 мг өсімдік майын құямыз. Өсімдік майы қызғаннан кейін 15 минут өзі тұрып, демалып, көтерілген бауырсақтарымызды саламыз. Формасын бұзып алмай, ақырын салып қуырамыз. Астық қызарғаннан кейін ақырын аударамыз. Бауырсақтың беті пісқаннан кейін ыдысымызға түсіріп аламыз. Қазақтың домалақ бауырсақтары өте дәмді, жұмсақ, қараңыздар, пісіп шықты. Ортасы түгел піскен. Өте дәмді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте оңай, қарапайым тағамдардан жасалынады.